неге алтын алу қажет? Өмір өте қиын болып кетті қазіргі заманда. Түсініп болмай, мысалы, не күтіп жатыр алдымызда? Доллар өсе ма, түсе ма, теңге құлдырай ма, құлдырамай ма, нарықта не қымбаттайды, не қымбаттамайды, қайда ақша саламыз, қайда ақша жұмсаймыз, не істеген дұрыс деген сұрақ туындаған кезде ең керек нәрсе инфляцияға қарсы тұратын және де ақшаны сен ең болмағанда жоғалтпайтын деген алтын деп ойлаймын да. Қандай алтын десең, физикалық алтын. World Gold Council деген бар. Мысалы, әлемдік алтын қорының басқарушы адамдардың бірлестігі ме? Жер бетінде өндіріліп қойған алтын, above ground stocks, 208.874 тонна. Proven reserves, жер қойнауында алынбаған дәлелденген алтын қоры 52.000 тонна дейді. Мәсам, демек бітіп жатыр деген сөз, Иә, осы жерде ғой. Криптовалюта сияқты ғой. Криптовалюта шектеулі ғой. Аз ғана бөлшегі жүр ғой нарықта. Сол сияқты алтынның да кішкентай ғана бөлігі қалды. Ол да шектеулі. Сен қазір салсаң ақшаны, кейін ұтасың. Ең болмағанда бала-шағаң ұтады, рахмет айтады. Ұзақ мерзімді перспектива. Керемет екен ол жағынан.